Hi everyone, today we're going to learn some new words which make us confused. These words are much, many, a lot of. Достар сәлем, бүгін біздер much, many, a lot of сөздерін талдайтын боламыз. Бұл сөздер қазақша көп деген мағынаны білдіреді. Бірақ біздер бұл сөздерді барлық жерде бірдей қолданбаймыз. Мысалға, many сөзін қарастырайық. Many сөзін саналатын заттарға қолданамыз. Мысалға, I have many cars. Менде бірнеше көлік бар. Бұл жерде көлік сөзі саналады. Яғни бір көлік, екі көлік деп біз санай аламыз. Ал енді much сөзін қай уақытта қолданамыз? Саналмайтын заттар туралы айтқан кезде көп сөзі much болып аударылады. Олар ауа, су, ақша, тамақ немесе тағы сол сияқтылары. Бұларды санау үшін біз өлшем бірліктерін пайдаланамыз. Грамм, килограмм, литр, тонна. Ал енді екі жағдайда да пайдалануға болатын көп сөзі бар. Ол a lot of. A lot of cars, a lot of money. Достар, егер де осы видео сабақ ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір қалдырыңыздар. Келесі видео сабақта кездескенше.